Сәлем бердік баршаңызға. Бүгін біз творожный печенье дайындаймыз. Бізге творог керек, сары май бөлме температурасындағы, разрыхитель, ванилин, жұмыртқа, құмшекер керек. Оның бәрін сіздерге қайсысының қанша мөлшерде керек екенін жазып қоямын. Бастырып аламыз тестімізді. Одан кейін міндетті түрде 1 сағатқа холодильникке салып аламыз. Ол бізге жаюымызға жақсы көмектеседі. Мен бір тестіні 2-ге бөлемін. 2-ге бөліп жайып алам. Біреуіне қантпенен корицаны қосып себемін осылайынан. Және кесіп домалақтап жасаймын. Мына осы суреттегідей. Екінші күлшемді де тоже жаямын әдемілеп. Оған тек қанттың өзін ғана себемін. Осылайынан дайын болған затымызды пешке салып пісіріп аламыз. Мен 250 градуста жарты сағатта пісіріп алдым. 20-25 минут, 30 минутта. Осы піскеннен кейін бетіне қант ұнтағын сеуіп, кесіп көреміз. Дәмі зор болады. Дайындап көрсеңіздер болады. Ас болсын.